Әділет демократиялық партиясының Ақтөбе облыстық бөлімшесі кезектен тыс конференциясын өткізді. Онда алдағы парламент сайлауына дайындық жұмыстары пысықталады. Партияның Ақтөбедегі облыстық бөлімше төрағасы Асылбек Қуанов өз өтініші бойынша босатылып, орнына Арман Перзадаев тағайындалды. Конференцияда сөз алғандар ел тәуелсіздігінің 20 жылдығында қол жеткен табыстармен қатар, елімізде демократиялық азаматтық қоғам институттарының дамуына мейлінше жағдай жасалып отырғанын айтты. Алда парламент сайлауы, оған Әділет демократиялық партиясы да қатысуға үмітті екендіктерін жеткізді. Партия төрағасы облыстағы бірнеше қоғамдық ұйымдардың өкілдерімен өзара іскерлік ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Осы қоғамдық бірлестіктердің барлығын басын біріктіріп, тіпті саяси партиялық тұрғыда болса да жұмыс жасайтын болсақ, онда біраз елімізге көмегі тиетін, мемлекетіміздің ертеңіне заңдық тұрғыда болсын көмегі тиетін шаруалар жасалады деген ол. Ең негізгі мақсат бұл конференцияның бұл болашақ сайлауға дайындалу.